Тақырып: шешендік өнер тарихы. Нүктелі үтір. Шешендік өнер сөз арқылы тыңдаушыны сендіру, иландыру, әсер ету қабілеті. Бұл өнердің тамыры көне заманнан басталады және әр халықтың тарихында ерекше орын алады. Қазақ даласында да шешендік өнер ұлт руханиятының бір саласы ретінде дамыған. Шешендік өнердің әлемдік тарихы ежелгі Грекия. Шешендік өнердің ғылыми негізін салған Аристотель, Цицерон, Сократ, Демосфен. Бұл елде шешендік саясатта, сотта, білімде маңызды құрал болып табылады. Ежелгі Рим. Цицеронның шешендікке арналған трактаттары классикалық риториканың негізі. Ол сөз өнерін моральмен, логикамен байланыстыра білді. Орта ғасырлар. Діни уағызшылар, сопылар мен теологтар арқылы шешендік дамыды. Мысалы, христиан және ислам уағыздары. Жаңа заманда Наполеон, Черчилль, Линкольн, Мартин Лютер Кинг сияқты тарихи тұлғалар шешендік өнерді халықты біріктіру мен сендіру құралы ретінде қолданды. Нүктелі үтір. Тыныс белгісі ретінде нүкте мен үтірдің аралығындағы мағына мен интонацияны білдіреді. Ол сөйлемдер арасындағы мазмұндық байланысты сақтай отырып, ойды бөліп көрсету үшін қолданылады. Нүктелі үтірдің қызметі бір-бірімен байланысты, бірақ дербес ойды білдіретін сөйлемдерді ажырату. Салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдерді бөліп көрсету үшін, егер олардың арасында байланыс тығыз болса, олар көп ізденді, талай кітапты ақтарды, дерек көздерін саралады. Жалғаулық арқылы байланыспайтын сөйлемдерді бөлу үшін, егер мағына бір-бірімен астасып тұрса, күн ыстық болды, жел де болмады, ауа тұншығып тұрды. Интонациялық ерекшелігі. Нүктелі үтірден кейін кідіріс үтірден ұзақ, бірақ нүктеден қысқа. Дауысты төмен түсірмей сөйлем жалғасатынын тыңдаушы сезеді. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Хронологиялық аргумент. Екі тарихи кезеңді, мысалы антикалық және орта ғасырлық салыстырып, әр кезеңнің шешендік риторикасында ең маңызды үш айырмашылықты дәлелдермен көрсет. Қорытындыда топ алдында негізгі қорытындыны ауызша баяндау. Дескриптор. Екі тарихи кезеңді дұрыс көрсетеді. Шешендік риторикадағы үш айырмашылықты нақты жазады. Әр айырмашылыққа дәлел келтіреді. Жазбаны хронологиялық ретпен ұйымдастырады. Ауызша қорытындыны 2-3 минутта анық жеткізеді. Екінші тапсырма. Тыңдау және тактильді белгі арқылы нүктелі үтірді сезіну. Нүктелі үтірді тыңдап табу. Біріншіден, мұғалім аудиомәтінді іске қосады, немесе өзі оқып береді. Екіншіден, әр нүктелі үтір орындарында оқушы тактильді маркерді ұстайды, немесе саусағын қояды.